ат деген жалпы солтүстік Қазақстанда, мына Петропавловск, Қызылжар дейді ғой. Сол жақтарда ең бірінші қолға сол жақта үйретілген. Үзеңгіні көшпенділер, түркі халықтары ойлап тапқан. Өйткені аттың үстінде қолға үйреткеннен кейін ұрысу, соғысу ыңғайлы болу үшін осы үзеңгіні ойлап тапқан. Тіпті керек десеңіз, шалбар да осы түркілердің тарихынан бастау алады. Неге шалбарды ойлап тапты? Кезінде бәрі кең етекпен жүрген, кейін атқа мінгеннен кейін аяқтың арасы айырылғаннан кейін ыңғайлы болу үшін осы шалбар осы біздің Қазақияның жерінен бастау алды десек ата-бабаларымыздың. Сосын Қайрат өкшеңді көрсетші. Мынау өкшені көрдіңіздер ме? Мынау осындай өкше де бұл біздің ата-бабаларымыздан шыққан. Неге десеңіз, жаңа Қайрат айтып отқандай, мына үзеңгіге аяқты салғанда, аяқ анау шабыстың кезінде, басқа да әрекеттер кезінде толық кіріп кетпес үшін мына өкшеге келеді да, мына аяқ киімнің өкшесі мына келіп тіреледі. Сол үшін мінекей қазақтың даналығы осында жатыр.